Группа. Собрались. Бұл 3 қаңтарда Астана мен Бурабай арасындағы тас жолда болған апат. 100-ге жуық көлік соқтығысқан. Қарапайым азаматтардың осы жағдай бойынша өз айтары бар. Бұл жерде жүргізушілердің де қателігі бар деп ойлаймын. Өйткені алдын ала ескертуге қарау керек. Көбісі мінекей қашып, пысып өтіп кеткендеріне нетеді. Өздерінше өтіп кеттік деп ойлайды. Алдында ондай жағдайлар болып жатқанын нетпейді деп ойлаймын. Өздері сезінбей соны өздері не қарайды да, үстірт қарайды да, сол өздері барып ұрынады. Солай деп ойлаймын. Өйткені ауа райын адам өзі қарап көргеннен кейін тоқтаған абзал, конечно. Бірақ та енді 2 күн ішінде тазалауға болатын еді, по идее ше. Ананы қырып тазаламаса да, по крайней мере, таймайтындай тазалауға болатын еді. Ал техника бар ма деп сұрақ қой оларда. Арнайы сондай ойнайтын. Бұлай айтуға негіз бар. Ақылы жол болғандықтан азаматтар оның тазалығын талап ететіні анық. Бірақ Қазавтожол компаниясының өкілдері жол таза болған деп отыр. Яғни жол таза болды. Біздің арнайы техникалар бұл көлік қозғалысын ашқан кезде полиция департаментінің сүйемелдеуімен қозғалыс ашылған болатын. Бірақ әрбір көліктің басында, яғни 3 арнайы техника бірінші жүріп өтіп, бүкіл жолда егер қар болса, барлығын тазалап өткен болатын. Бұл ретте атап өту керек. Әрине жолды біз сағат бойы тазалаймыз, сондықтан ол күні орын алған апаттық жағдайда, яғни жол тегіс, беті таза болған болатын. Енді бұл ретте басты назарды неге аудару керек, яғни жолды ашқан кезде егер көрініс орташа болатын болса, онда ол міндетті түрде полиция қызметкерлерінің сүйемелдеуімен, яғни қозғалыс беріледі. Бірақ полиция қызметкерлерінің талабына сәйкес бекітілген орташа жылдамдықпен ара қашықтық сақтау керек. Ешбір көлік иесі, жүргізуші, яғни бір-бірін басып озуға болмайды. Неге десеңіз, мынау орташа көрініс бар кезде ол қауіп өте жоғарыда, сондықтан да қатты жылдамдықпен де жүруге болмайды. Міне осындай басты талаптардың орындалмауы салдарынан осындай жағдай орын алды. Дәл сол уақытта Түркістан облысында да жолда апат болды. Көктайғақтан. Алайда бұл жерде де Қазавтожол компаниясының өкілдері кінәліні анықтап қойыпты. Жазғы дөңгелекті ауыстырмаған жүргізуші апатқа себеп болған. Бір ғана азаматтың, яғни жауапкершілігінен бізде Түркістан облысында осындай жағдай орын алды, ал Ақмола облысында өздеріңіз білесіздер, яғни жүргізушілердің енді арақашықтық сақтамау салдарынан, яғни осындай болды. Қазір енді полиция департаменті Ақмола облысында орын алған жағдай бойынша іс қозғады. Енді толыққанды кімдер кінәлі, неге алдыңғы қатардағы көлік иелері арақашықтық сақтамады, неге олар бір-бірін басып озды, неге үлкен жылдамдықпен жүргенін енді осы полиция департаменті шешіммен шығатын болады. Демек, бұл жерде Қазавтожол компаниясы кінәсі мүлдем жоқ. Біздің кінәміз жоқ. 2024 жылы ақылы жолдардан 48 миллиард теңгедей қаржы түскен. Қазавтожол өкілдерінің айтуынша, ол қаражат жолдарды тиісті деңгейде қамтамасыз етуге жетпейді екен. Бұл ұлттық компания Астанадағы қымбат нысандардың бірінде кеңсе жалдап отыр. Оны да сынағандар бар. Компания өкілінің айтуынша, шығын айтарлықтай көп емес екен. Енді нақты қанша шығын келеді мен сізге айтамын, бухгалтерияға жүгіну керек. Сондықтан бұл ретте ол компанияның түсетін табысынан бөлек, ол өзінің бюджеті бар, жыл сайын бөлінетін, ол соның ішіне кіретін шығындары бар. Сондықтан бұл айтарлықтай ауыз толтырып айтатын үлкен сома емес. Жыл басталғалы бері жолда қалған 199 адам құтқарылған, оның 27-сі бала. Құтқарушылар жолға шыққан кезде қандай ережелерді есте сақтау керектігінде айтып берді. Тұрмыстық күнде пайдаланатын жылыту құрылғылары міндетті түрде болу керек, майшам болсын, жаңа тағы басқа заттар. Сосын азық-түлік бірінші кезекте болу керек. Енді мен айтпаймын, бір аптаның азық-түлігін деп. Бірінші тамақтанатын азық-түлік болу керек, және сусындары болу керек қой. Өйткені қарт құрсауынан бір жерде жолда қалып қоятын болса, жаңағы қоректенетін бір азық-түлігі болса жақсы болар еді. Сосын машине көлігі міндетті түрде жарамдылық болу керек, техникалық жарамдылық жағынан. Сосын тағы да бір, егер қар құрсауына қалып қоятын болса, қалып қойған жағдайда болатын болса, онда міндетті түрде үйренбеу керек. Машинені жаңағы қауіпсіздік жерге қойып, қауіпсіздік жерге қарай әрі қарай жылжыса кішкене, одан кейін өз координаттарын 112 хабарлама арқылы хабарласу керек.
Ең бастысы төтенше жағдайлар министрлігінің мамандары күн райына қарай сапарды жоспарлауға кеңес береді. Бақтияр Ілбай, Жансерік Күзембай, мәлім.